Қайырлы күн достар, мен есім Балжан. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, әрі ауызда еритін күнжіт печеньесін рецептімен бөлсем. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық қажетті заттардың мөлшерін описанияға жазып қойдым. Бізге күнжіт, ұн мен қопсытқыш, бір жұмыртқа, қант және бөлме температурасындағы сары май қажет болады. Алдымен құрғақ сковородкамыздың үстіне күнжітімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Жай отта қуырамыз, кішкене ғана қызартамыз, қатты күйдіріп жібермейміз. Күнжітті қызартып қуырып алдық, енді оны бөлек ыдысқа салып, суытамыз. Осы аралықта печеньенің тестасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа сары майымыздың үстіне қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Егер де миксер болмаған жағдайда, қасықпен немесе венчикпен араластырсаңыздар болады. Араластырып болғаннан соң, үстіне бір жұмыртқамызды жарып, тағы да миксермен араластырамыз. Араластырып болдық, енді ситодан өткізілген ұн мен қопсытқышымызды қамырымыздың үстіне салып, осылай күрекшемен араластырамыз, немесе қасықпен араластырсаңыздар болады. Біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң, үстіне күнжітімізді салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алда сіздерді көптеген рецепттер күтіп тұр. Печеньемізді жақсылап араластырып алғаннан соң, табамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, печеньемізді орналастырып шығамыз. Алдымен қолымызды кішкене сулап алып, бір шай қасық печеньені қолымызға салып, осылай домалатып, пергамент қағазына орналастырып шығамыз. Барлық печеньемізді осылай істеп шығамыз. Және алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз да, печеньелерімізді 10-15 минуттай пісіріп шығамыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өз отбасыңызды дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Печенье шынымен де ауызда ериді, ал ас болсын.